туралы айтып беріңізші. Қандай аспап, қай жерден, кімдікі, не істейді? Бұл 19 ғасырдың талқысы Қарағанды облысының территориясында табылған. Қазір біздің Қарағанды музей өнерінің экспонаты. Бұл талқы деп айта алады, өйткені талқимыз. Мынау малды сойғаннан кейін терісін сары су, сүттің сары суына салып аламыз, немесе айранды жағып, 1-2 күнге қоя тұрамыз, бұқтырып. Содан кейін ол не үшін? Оны мына сырт іш жағын тазалау үшін. Тазалап болғаннан кейін мына талқыға әжелеріміз әкеліп салып, мына жүн жағымен былай салады. Сосын мына жерде міне ирек-ирек тістері бар. Сонымен бүйтіп қыстырып отырып, аяғымен тіреп қойып отырып, мына жерде бүйтіп ақырындап бүйтіп тартып отырады. Бүйтіп тартып отырады. Бәрін тартып болғаннан кейін мынандай теріден екі елі болып шыға келеді, дөкей болып, созылып. Содан кейін ол жұқарғаннан кейін, жұқарады ғой тартылғаннан кейін. Содан кейін бұл тігуге келетін болады. Содан мынадан осындай теріден ишік тігеді, бас киім, аяқ киім тігеді. Мына жүнімен ішіне қаратып, мына тері жағы сырты болады. Сондай киімдер тігеді.